жағымды жаңалық, аса жағымды жаңалық Американың B-2 жаңағы көрінбейтін жасырын атом оқпасы орнатылған бомбалаушы ұшағы Польшаға келіп тоқтады. B-2 бұл дүние жүзіне әйгілі. Бұл ұшақ көрінбейді, радарға түспейді. Оны Ресейдің ешқандай радар, дүние жүзінде тіпті Израильдің радарлары да байқай алмайды. Бұл B-2 жаңағы ол қалаған жеріне ұшып барады, қалаған жеріне қонады. Ол қаласа Қызыл алаңға қонады, қаласа Кремльдің ауласына қонады, қаласа Путиннің Сочидегі құпия дачаларының төбесіне барып қонам десе қонады, бомба тастаймын десе бомба тастайды, немесе алыс аралықтан зымыран атам десе атады. Бұл B-2 қазірге дейін әлемде бұны жаңағы жер бетінде Қытай, Ресей, Израиль осындай радарлық технологиясы бардың ешқайсысы ұстай алмайды. Бұл B-2 бейне өзі металдан жасалады автомат түрде, бірақ ешқандай металдық тексеру, электрондық тексеру, радио толқынды тексеру, жаңа температуралық тексеру ештеңеге көрінбейді. Ешқандай жаңағы шпиондық бақылау спутниктер байқай алмайтын ұшақ бұл B-2 және бұда атом, бұның зымыранның басына атом орнатылған, атом қаруы, жай зымыран емес, жай барып жарылатын кәдімгі глицинді жарылыс, кәдімгі химиялық жарылыс болатын жарылыс емес, атомдық жарылыс болатын оқ қаруы. Бұл енді Польшаға қонды. Енді Польшаға келіп бұл қонды деген сөз, бұл ең жылдам, ең жақын жерден енді Кремльдің өзін күлімге ұшыруға дайын тұр. Яғни бұл да НАТОның, тіпті Американың Путинге бір жеріңізге қарап ойланыңыз деген ескертуі. Ал Польшаға B-2 келіп қонғаннан бастап орыстың есерсоқтарының үні өшті. Кәдімгі тілін тістеп алғандай болды. Қысқасы бұғанға дейін бақылдап, барқылдап, мида ашытып, есерсоқтанып, жер шарын жүзірет жарып тастайтын болып, өздерін құдай сезініп жаңағы сөйтіп құтырып жатқан орыстың бүкіл блогер, слогер, саясаткер, майсаткері үндер өшіп, тілдерін тістеді де қалды. Қысқасы орысқа жетекеңді көрсетемін деген сигналдың үлкені осы болды. Енді Америка билігі мынау Байденге сұрақ қойғанда, орыс атом аталмайды деді. Ашық түрде айтты, орыс атом аталмайды деді. Бұл Байденнің тіке жауабы. Енді Американың саясаткерлері біз Ресеймен бетпе-бет келуге дайынбыз деген сөздерді де біртіндеп айта бастады. Ал Еуроодақ Ресейді ресми түрде соғыс қылмысын өткізді. Оны жаңағы соғыс қылмыскері деп Ресей билігін жазалау керек деді. Бұл қазіргі осы Ресей туралы жағымды ақпараттарымыздың легі. Бүгінгі лекциямыз енді қысқа нұсқа қайран ба деп отырмын. Егер жақсылап, қолдап, қуаттап, шабыт берсеңіздер ұзақ сілтеуі мүмкін. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Мына тыңдағышпен сөйлеп отырмын. Егер даусым жақсы естілмесе айтарсыздар. Енді тағы бір жағымды жаңалық Қытайдан келіп тұр. Бұл енді жағымды жаңалық деуге де, жағымсыз жаңалық деуге де енді әркім қалай қабылдайды солай. Біріншісі, Қытайдың 19-шы кезекті құрылтайының 7-ші жалпы мәжілісі құпия түрде өтті. Міне 3 күндік құрылтай аяқтады. Бүкіл Қытайдың оңды-солды тарихында болмаған, тіпті Қытайдағы әскери жағдай болып тұрған кезде де болмаған жаңағы сұмдық бір жағдайда өтті. Ол қандай жағдай дегенде, Қытайда бұдан ілгері ондай әскери күзет болмаған. Бүкіл қаланы әскері жауып тұрып, бүкіл қаланы әскермен қоршап тұрып, бүкіл ескі қарт кадрларды, Қытайдың жоғарғы лауазымды әскери кадрларының барлығын үйін бала-шағасына дейін, үйіне дейін кәдімгі күзетші деген атпен, көмекші, хатшы деген атпенен әскери бақылауға алып тұрып, бүкіл микрорайонды әскери бақылауға алып тұрып, бұндай жиналыс болмаған. Мынау енді өте сұмдық жиналыс болды. Тіпті бұрынғы Қытайдың премьер-министрі, бұрынғы Қытайдың халық құрылтайының өкілдері, бұрынғы Қытайдың сыртқы істер министрі, ана министр, мына министр, бұрынғы Қытайдағы саяси тұлғалардың әке, шешесі, бала, шағасы, тіпті қатын-қалаштарына дейін, әулеттеріне дейін тұтасыменен үйіне жаңағы бақылаушы, көмекші
қызмет көрсетуші деген атпенен әскери қызметкерлерді орналастырып, бүкіл карантин деген атпен бүкіл микрорайонды әскери қарулы күзетпен қамап отырып, бүкіл Пекинді құрсаулап отырып өткізген бұл жиналыс, бұл неге мен үшін жағымды жаңалық дегенде, бұл Қытайдың шипасының біткенін білдіреді. Қысқасы, Қытай ішкі жағынан билікке таласып, мынау Си Цзиньпинге қарсылар, мынау Си Цзиньпиннің сұмырай екендігін бәрі біліп отыр, бармағын шайнап отыр. Бірақ бастары біріктіре алмай, шамалары болмай, әскери салаға қолдары жетпей, жаңағы кезінде Шиге қарсы болғандардың барлығын бұл жаңағы ататынын атып, шабатынын шауып, соттап, бірін-біріне айдап салып, бұл құртып болды. Сонымен қысқасы тура бармақтарын шайнап отыр. Яғни дәл қазіргі Қытай осы енді тікен пісіп қалсаң атылатындай болып тұрған үрлеген шардай болып отыр ғой. Қытайың қысқасы түртіп қалсаң жарылатын шиқан құсап тұр. Бұл мен үшін жағымды жаңалық. Бұл бір. Енді жағымды не жағымсыз екендігін тағы халық өзі шешсін. Мынау Ши сұмырайдың мына енді бір аптадан кейін ба, 10 күннен кейін болатын 20-ші құрылтайда сайланатындығы осы жолғы 19-ші құрылтайдың 7-ші жалпы мәжілісінде шешіліп қойды. Тіпті мен анау қайсы күні CCTV телеарнасын тыңдадым. Кәдімгі телефоннан программасын түсіріп алып тұрып, CCTV-дікін тыңдадым. Енді тура өне бойың тітіркенеді енді. Жаңағы ұлы көсем, халық көсемі, көшбасшы, жол нұсқаушы, ерен еңбек сіңірген, ұлттық оянуымыздың ту ұстаушысы деген терминдерді қолданғанда, Құдай сақтасын, енді Ши Цзиньпинді енді Мау заманындағы сияқты мақтап жатыр. Ондай мадақты Дэн Сяопинге де айтпаған, ондай мадақты Жан Зиминге де айтпаған, Ху Цзиньтауға да айтпаған. Енді мынау Си Цзиньпинді айтып, тіпті Си Цзиньпин жолдасты атом ядросындай өзек қыла отырып, Си Цзиньпин жолдастың айналасына тығыз түрде топтасып, партия орталық комитетімен бірге Қытайдың бүкіл дүниежүзілік үлкен жаңағы супер мемлекет болуына жаңа қызмет істейміз дей ма, енді сұмдық. Енді қысқасы, ана компартияның ол шешімін тыңдасаңыз, Ши Цзиньпин болмаса Қытайда таң атпайды екен, Ши Цзиньпин болмаса күн батпайды екен, Ши Цзиньпин болмаса қысқасы Қытай құриды екен. Осы бәленбай мың жылда мына Ши Цзиньпин деген осы біреу шығыпты енді. Енді осы қысқасы бүкіл Қытай сол Ши Цзиньпин деп отыр. Бұл таза жеке басқа табынушылық. Енді осы жеке басқа табынушылықтың арты Қытайда жаңа құрту мүмкін.